Сәлем достар, бүгін сіздерге степінің аналогы Aglet деген приложениеден қалай тегін кроссовкаларды алу керек екенін көрсететін боламын. Сізге ең алдымен осындай Aglet деген приложениені App Store немесе Play Market'тен телефоныңызға скачать етіп алу керек болады. Кейін скачать етіп алған соң кіресіздер. Қазір ашылу керек. Get started деп басасыздар. Кейін next деп бәрін өткізіп жібересіздер. Let's go дегенді басасыздар. Қазіргі уақытта бұл степінің аналогы жаңадан шығып жатқан проект болып табылады. Кроссовкаларды тегін беріп жатыр. Өте жақсы мүмкіндік. Қазір алып алсаңыздар, негізі ертең бір белгілі бағасы болғанда даже сатып жүруге болатында мүмкіндік болуы мүмкін. Бізде осындай басында кішкене загрузка болады, оны күте тұрамыз. Сіздерде ашылу керек өстіп тұрғанда. Біраз уақытқа дейін өстіп тұруға беруі мүмкін. Қазір күте тұрайық достар. Загрузка болып жатыр. Менде көргендеріңіздей, міне мында осы тұрған 3 кроссовканың біреуін таңдау керек болады сіздерге. Мысалы ретінде мен екіншісін таңдайын. Міне екіншісін басқанда өстіп шықты. Сосын міне астыға қарай түсетін болсақ, коппаймын деп мына кроссовканы басамын. Именно осы кроссовканы алғыңыз келе ма деген сияқты мына жерде сұрақ тұрда, соны yes деп басасыздар. Міне сіздерге сосын осындай коробка береді. Өстіп жан жаққа жылжытқанда сіздердің коробкаларыңыз ашылады. Қазір ашып жатырмыз, міне. Сразу ашылмайды ешқайсында. Қазір ашылып қалу керек. 2 рет басасыздар экраннан, и сосын коробканың бетін алып тастасаңыздар, міне. Маған осындай кроссовка берді. Жаңа таңдаған кроссовкаларыңызды береді. Сосын next деп басасыздар. Сіздерде осындай загрузка болады. Одан кейін сіздерге мынандай персонаж береді, аватар. Осы жерден түрін, киімін бәрін өзгертсеңіздер болады. Мысалы, мен мынандай футболка алғым келіп тұр. И мынандай футболкасын ауыстыруға болады екен. Түрін, мысалы, бейнесін бәрін ауыстыруға болады. Өздеріңіз осы жерден көріп жасап алсаңыздар болады, мысалы. Шорт кигізіп қойға болады, мынандай, или осындай түрлері бар да. Носкиін өзгертуге болады. Өстіп жасап аласыздар. Кейін готовын басасыздар, жасап болған соң персонажды, соң кейін go деп басасыздар. Next деп басасыздар келесін. Сіздерге регистрация жасау керек болады. Apple болса, жаңағы Apple почтамен или Google почтамен жасасаңыздар болады, немесе Mail.ru почтанда жасасаңыздар болады. Ана жерге галочка қоясыздар астыға, кейін міне email дегенді басамын мен. Так. Ана жерге email адрестарыңызды жазасыздар. Кейін астына тағы бір рет қайталап жазасыздар. Екі бірдей жасасын, мына жерге бір осы ойында болатын аттарыңызды жазасыздар ғой, никнейміңіз болады. Кейін астыға түсіп, реферальный код деген жерге мына кодты теретін болсаңыздар, міне UA25, одан кейін BA, бәрін үлкен әріппен жазасыздар, ағылшынша болады. Тура осы реферальный кодты жазып, приложениені жаңаға скачать етіп алып, одан кейін регистрация өткен соң жаңаға 10.000 шаг жасайтын болсаңыздар, сіздерге 1000 жаңаға Aglet деген бонус береді. Ол токен бола ма, мүмкін криптовалюта болып та шығуы мүмкін алдағы уақытта. Ол әлі белгісіз, бірақ 1000 бонусқа жаңаға Aglet деген бонус алатын боласыз. Кейін осы реферальный кодты жазғасын, жаңағы почта бәрін жазғасын, маған жаңағы реферал код деп келді. Жаңағы ол алу үшін 10.000 шаг жүру керек. Шығады сіздерде ең біріншісін бассаңыздар, мынандай разрешать деп келеді фитнес трекерға. Жаңағы сіздің жүріп отқаныңызды есептейтін жаңағы трекерді, соған ок деп басасыз. Кейін уведомленияға тоже разрешить десаңыздар,
app трекинг дегенге тоже басасыздар да, разрешать деп басуға да болады, или көресіздер өзіңіз. Одан кейін локация дегенді қосу керек болады міндетті түрде. Геолокацияңызды өйткені көріп отырады да қалай жүргеніңізді. Содан кейін разрешите всегда дегенді қосасыздар, өйткені сіздің жаңағы жүріп отқан трекеріңіздің бәрін көріп отырады да, әйтпесе жаңағы бонустарды ала алмайсыз жүргесің. Содан кейін астына Cap Now дегенді басасыздар. Сіздерде загрузка болады да, келесі этапқа өтеді. Міне қайтадан кроссовка түсті. 2 рет үстінен басамын. И өсіп төбеге қарай алып тастайтын болсам, міне маған жаңағы бағанағы кроссовканы берді. Жаңағы өздеріңіздің таңдаған кроссовкаларыңызға байланысты соны алатын боласыздар. Next деп келесін басамын. Міне достар, маған осындай кроссовка берді. Done деп басамын. Міне осындай жаңағы OK, let's go деген басасыздар. Міне әртүрлі кроссовканың түрлері бар. X деп басаймын, артқа шығып кетейін. Let's go. Міне достар, мен бағана негізі бұл приложениені тестировать етіп көрген болатынмын. Сіздерге осындай карта болады, геолокацияға доступ бергесің. Мысалы ретінде, бағана біздің создавать еткен персонаж, мысалы жүріп мынандай көк тұрған нелердің қасына баратын болсаңыз, мысалы басып көрейін, сіздерге жаңағыдай бонус беретін болады. Маған мысалы барғанда, қазір көрсетейін. Барып бағана аштым, маған мынандай 500 бонус түскен болатын, Aglet деген. Осындай бонус алсаңыздар болады. Қазір X деп артқа шығайын. И жанын басатын болсақ, бізде жаңағы кроссовканың 100% деген болады қазір. Бұл жерде барлығы ағылшынша негізі. Мен бағана жүріп келгесін, кроссовканың прочностьына, энергиясына жаңағы 100% шелф деген бар, одан кейін. Мынау сіздің кроссовкаңыз. Мысалы, менде қазір бір кроссовка бар. Sneaker. Магазинге кіресіздер. Магазинде әртүрлі мынандай кроссовкалар сатылады. Жаңағы келгесің, сізге жаңағы әртүрлі бонустар береді, бокстар беруі мүмкін, кроссовкасы бар. Или мынандай бұрышқа көріп тұрғанда алып алуға кеңес беремін. Ертең бір құндылығы шыққанда бір бағасы болуы мүмкін. Міне мына жаққа картаға қайтадан кіріп көрсетейін, сол жақ астында. Жүріп әр жаққа барып бір боксты тек 24 сағатта бір рет ашуға бола ма, сондай өзінің условиялары бар екен. Міне 10 000 шаг жасап отырсаңыз, мысалы осы арқылы әртүрлі бонустар, кроссовкалар түсіп отырады екен. Aglet деген токен түскен. Осындай көріп таныса беріп, алып жүре білетіндер.